Әлеуметтік желіде азаматтық көзқарасын жариялап, шал кет ұраны арқылы белгілі болған Болатхан Жүнісов қазір Абай облысындағы Мақаншы ауылында тұрады. Зейнеткер бірнеше рет сотқа тартылса да, ұстаным пікірін өзгертпеген. Керісінше елдегі жағдайға бей-жай қарамайтын үлкен буын өкілдері болуы қажет екенін айтады. Болатхан Жүнісов халық үні тілшісіне берген сұхбатында не себепті 2 рет бас бостандығы шектелгенін, қазір немен айналысатынын айтып, Қазақстанның келешегі туралы пікір білдірді. Саяси көзқарасыңыз, билікті сынағаныңыз үшін сотқа тартылған зейнеттегі полиция майоры екеніңізді білеміз. Жалпы билікке наразылығыңызды ашық көрсету қашан және қалай басталды? Мен 25 жыл құқық қорғау саласында жұмыс істеп, полиция майоры шенімен зейнетке шықтым. Шығыс Қазақстан облысы Үржар ауданы Мақаншы ауылында еңбек еттім. 2010 жылы отбасы жағдайыма байланысты Жетісу облысы Талдықорған қаласына көшіп келдім. 2018 жылы қызым телефон сыйлады. Содан бері әлеуметтік желіні жіті қадағалайтын болдым. Ойымды, саяси көзқарасымды әлеуметтік желіде жаза бастадым. 30 жыл бойы бір адам басқарған жемқор жүйенін сынадым. Маған күштік құрылым өкілдерінен прокуратурадан бірнеше рет ескерту берілді. Оларға Қазақстанның кез келген азаматы өз пікірін айтуға құқығы бар екенін айттым. Барлығы өз әріптестерім ғой, олар маған, аға, бізге нұсқау беріп отыр, қойсаңызшы деді, бірақ мен қоймадым. 2018 жылы тәуелсіздік күнінде Алматыдағы қызымның үйінде болдым. Таңертең алаңға баруға шыққанмын. Күштік құрылым қызметкерлері мені есіктің алдында ұстап әкетті. Бірден Талдықорғанға келді. Сол кезде 50 айлық есептік көрсеткіш айыппұл салды. Сонда да қоймай жаза бердім. 2019 жылы үстімнен қылмыстық кодекстің 405 бабы бойынша іс қозғалды. Сараптама тағайындалды. Артынша 1 жылға бас бостандығымды шектеп үй қамаққа жіберді. Сонда да тоқтамай жаза бердім. Bir күні үйіме 4-5 көлік тоқтап, бір топ адам сау етіп кіріп келді. Үйімді тінтіп өзімді тұтқындады. Талдықорғанның тергеу изоляторына апарып 3 айға қамады. Сот болып сот залында мені босатты. Осылайша бас бостандығымды шектеу мерзімі 1 жыл 4 айға ұзартылды, яғни 2-ші рет сотталдым. 2021 жылы туған жерім Мақаншыға келіп, қазір осы жерде тұрып жатырмын. 2019 жылы Талдықорған Арбатында көпшілікті митингке шақырғаныңыз рас па? $10,000 беру туралы әңгіме қайдан шықты? Иә, ол жерде ешқандай құпия жоқ. Конституцияда мемлекеттік биліктің бірден-бір қайнар көзі халық делінген. Азаматтар пікір айтуға, бейбіт жиын өткізіп, митингке қатысуға құқылы. Біздің билік өзін Конституциядан жоғары қойып алған, сондықтан бізде заң жоқ. Жазғаным рас, шақырғаным рас. $10,000 береміз деген сөз Мұхтар Әблязовтың үндеуінде бар. Оны сотта да айттым. Қазақстанның демократиялық таңдау қозғалысы әлеуметтік желіде жұмыс істеді. Оны Астананың Есіл аудандық соты экстремистік ұйым деп жариялады. Шындап келгенде сотқа екі тарап та қатысу керек. Егер шешім шығарса, оған апелляциялық шағым, кассациялық шағым берілуге тиіс. Соттың тәртібі сондай. Ал бізде сот биліктің нұсқауын ғана орындайды. Мысалы, сол сотқа ешкім қатысқан жоқ, ешкім апелляцияға берген жоқ. Бұл биліктің істеп отырған қитұртқы әрекеті. Ол заңсыз, әділетсіз шешім. Қаңтар оқиғасынан кейін Нұрсұлтан Назарбаев әулетінің ықпалына қатысты ойыңыз қандай? Содан кейін ықпалы әлсіреп жатыр дегенге сенесіз бе? Қаңтар оқиғасынан кейін істеп жатқанның бәрі халықты алдау. Неге Назарбаевтың өзін тұтқындамайды? Неге Астананың атын қайтармайды? Нұр Отан партиясын мүлде таратып жіберу керек еді. Атын өзгертіп қоя салды. Нұр Отанды аманат деп өзгерте салғаннан мәселе шешілген жоқ. Оның бәрі көзбояушылық. Ол партияны тұқым-тұяғымен таратып жіберу керек. Шал кет деген сөз билікке наразылық акцияларының лозунгке айналуына себепшісіз. Бұған сіздің тікелей қатысыңыз бар екен айтылады. Шал кет деп әлеуметтік желіде көп жаздым, жазада беремін. Біз айтпағанда кім айтады? Зейнеткер ақсақал болдық, жастар көбі ән айтып той тойлап жүр. Bir күн қарын тойған нәмәз. Ертең біздің елдің кім басқарады? Жер асты, жер үсті байлығымызға кім ие болады? Оған бәріміз жауаптымыз. Сондықтан елдегі мәселеге бей-жай қарауға болмайды.